Ринат Шыңғысбаев. Қажылық және умра анықтамалығы. Қолыңыздағы кітап исламның 5-ші парызы қажылыққа байланысты жазылған. Бұл еңбекте Мекке қаласы, қасиетті Қағба және Зәмзәм суының тарихы, умра және қажылық рәсімдері, Мәдина қаласы, жаназа намазы, әйел адамдарға қатысты үкімдер, таңдаулы дұғалар, дәрет алу, намаз оқу, басқа да қосымша құлшылықтар топтамасы қамтылған. Еңбек барша мұсылман қауымына арналған. Кіріспе. Ең алдымен өзінің құлдарына қасиетті Қағбаға қажылық жасауды парыз етіп, оны күнәдан арылу жолы еткен Аллаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Екі дүниенің сардары біздің сүйікті де ардақты пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және де соңынан ерген барша мүміндерге Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Исламдағы 5 парыздың бірі қажылық. Жаны мен малы арқылы орындалатын бұл қажылықтың сауабы өте мол. Қасиетті Мекке мен Мәдина қаласына барып, 5 парыздың бірі болған қажылықты атқару барша мұсылманның арманы десек болады. Алла тағала кімді қасиетті жеріне қонақ еткісі келсе, ол пенде міндетті түрде Рахманның қонағы болып қайтады. Құрметті мұсылман бауырым, қасиетті жерге баруға көбірек дұға жасаңыз. Егер тілеген тілегіңіз қабыл болса, онда қуаныңыз. Себебі Алла тағала сізді қонақ етіп, барлық қате кемшіліктеріңізден тазартуды қалайды. Ал егер сізге қажылық нәсіп етілген болса, онда мына хадисті есіңізден шығармаңыз. Умра келесі умраға дейін кіші күнәлардан тазартады, ал қабыл болған қажылықтың сыйы тек жәннат, деген имам Әл-Бухари, имам Муслим. Қажылық пен умраны Алла үшін орындаңдар. Әл-Бақара сүресі 196 аят.